380 санының 60%-ын табыңыз дейді. Мына жерде өзгерту үшін жылжытыңыз деген бізде мына жерде жылжытатын болсақ, бізге сәйкесінше оп-оңай 60%-ын тауып алуға болады. Мысалға мына біз сүйреміз. Мына жерде қазір бізде қарасақ 380 мында беріліп тұр, астында 100% беріп тұр. Мынау бізде егер толық ішінде көк сызықпен боялатын болса, онда ол бізде 360 380 сәйкесінше 100%-ға тең болады. Бізге табу керек, мында 8% 30,4 деп беріліп тұр. Жыртамыз, сәйкесінше мына 22% 83,6. Бізге керек болады, бізде қазір 300, бізге керек болады 60% табу керек бізге. 55, 56, 57, 58, 59, 60. Міне 60%, 360 санның 60%, 228 болады дейді бізге. Біз бұл жерде білу керек нәрсе, өте маңызды нәрсе бар. Мына жерде қарасақ, біз мына нәрсені байқауға болады. Мында 380, сәйкесінше астында 100%. Бұны біз тең 228 бөлінген 60%. Міне осылай екеуінің қатынастарын тең деп көрсек болады. Біз білетін бөлшектерді салыстыру кезде бізде көбелек әдісі деген бар ғой. Көбелек әдісі бойынша біз бұлай көбейтсек болады, және де мынаны бұлай көбейтсек болады. Сәйкесінше бізде көбелек әдісі бар бізде. Міне осы сәйкесінше көбейтіндері тең болса, онда ол сәйкесінше пайызы дұрыс шығады дегенді білдіреді. Бізде бағана мында 228 бізде жоқ еді ғой. Біз соны таптық. Енді сәйкесінше қарама-қарсындарды көбейтетін болсақ, ол екеулері тең болады. Мысалға, біз қарама-қарсы, яғни көбелек әдісі бойынша біз мына екеуін көбейтеміз. 380-ге көбейтеміз 60-ты. Сол кезде ол мынерде бізде 0, 0, мынерде былай істесек болады. 6-ға 8, 48, 4-ті ойда. Мына бізде 6-ға 3, 18, ойдамен 22. Мынау 0, сәйкесінше мына 0-ді қоя саламыз. Сонда 22800 шығады. Мына жерде 228-ді сәйкесінше біз бұлай көбейтетін болсақ, 228-ді біз 100-ге көбейтетін болсақ, енді 2-0 ғой бұл жерде, артына 2-0-ді тіркей саламыз. Мына екеулері тең шығады. Мына белгісіз санды осы қатынас бойынша, көбелек әдісі бойынша оңай есептеуге болады. Тағы да қарау дегенді басайық. Енді бізге 40 санының 70%-ын табу керек. Енді бізде мында 40 деген сан, ол бізде 100%. Біз өзгерту үшін жыртамыз. Бізге 70% керек болады. 60, 70 міне. 70%-ны 28-ге тең болады екен. Біз сәйкесінше жаңағыдай көбейтсек, 28-ді көбейтсек 100-ге 2800 болады. Ал мында 40-қа 70-ті көбейтсек, сәйкесінше ол да 2800 шығады. Мында бөліктерге бөлу деген бар. Бізге мына бөліктерге бөлініп тұр. Біз әрбір бөлікте тапсақ болады. 10%-ын тауып алсақ болады, 20%-ын тауып алсақ болады. Тағы да қарайық. Бізге 280 санының 45%-ын тауып керек. Жылжытамыз. 45-ке шейін апарамыз деді біз. 45%-ы 126-ға тең болады екен. Тағы да қарау басамыз. 200 санының 50%-ын тауып керек. Енді 50% деген сөз ол қақ ортасы дегенді білдіреді бізде. Өйткені неге? 100-дің дәл ортасы 50 ғой. 100%-дің ортасы 50%. Сәйкесінше 200 деген сан беріліп тұр ғой. 200 санының да дәл ортасы бізде ол 100-ге тең болады. Тағы да қарау деп басып, осылай есептерді шексіз жасауға болады.